Сақтар туралы қандай деректер сақталған? Жазба деректерде сақтар туралы не айтылады? Грек авторы Геродот сақтар туралы қандай дерек қалдырды? Парсы деректері сақтар туралы не дейді? Сақтардың басқа елдермен соғыстары туралы қандай деректер сақталған? Бехустун сына жазуы мен Авеста туралы қандай мәліметтер бар? Сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Сақтар туралы қандай деректер сақталған? Сақ бірлестіктері туралы жазба деректер екіге бөлінеді. Бірінші, грек авторларының жазба деректері Геродот, Ксенофонт, Птоломей. Екіншісі, парсы сына жазулары, Бехустун сына жазуы тағы басқалар. Жазба деректерде сақтар туралы не айтылады? Мысалы, ежелгі гректер сақтарды дұшпанға қатал, досқа адал, және сақтар әлемдегі ең әділ, ең шыншыл халық деп сипаттайды. Грек тарихшылары сақ тайпалары туралы олардың жерлеу ғұрыптары, әдет салты мен күнделікті тұрмысы ұқсас болған деп жазады. Ежелгі грек авторлары сақтарды азиялық скифтер деп атаған. Грек авторы Геродот сақтар туралы қандай дерек қалдырды? Грек авторы Геродот сақтарды массагеттер деп атаған. Ол сақтар туралы қыс кезінде ағаш үйлерде тұрады және киімі мен өмір сүру дағдысы скифтерге ұқсас. Олар егін екпейді, үй малдары мен өзеннен аулайтын балықтарды азық етеді, сүт ішеді деп жазған. Геродот сақ жерінде парсы патшасы Кирдің қаза тапқаны туралы мәлімет жазып қалдырған. Тарих атасы деп аталған Геродот ежелгі дәуірдегі грек тарихшысы, әйгілі тарих кітабының авторы. Ол шамамен біздің заманымыздан бұрынғы 484-425 жылдары өмір сүрген. Геродот көрген, естіген, оқыған материалдарын жинақтап, тарих атты үлкен еңбек жазып қалдырды. Кейіннен Александриялық ғалымдар оның еңбегін 9 музаға сәйкестендіріп, 9 кітапқа бөлген. Геродот өз кітаптарында қандай оқиғаларды сипаттаған? Геродот алғашқы 4 кітабында Лидия, Мидия мемлекеттері, Ахемен әулеті жөнінде жазып, олардың Мысырға, Вавилонға, сақтарға қарсы жорықтарына тоқталады. Қалған 5 кітабы грек-парсы соғысына арналған. Біздің заманымыздан бұрынғы 5 ғасырдың ортасында жазған тарих атты 9 томдық еңбектің 4 томында тұңғыш рет антикалық әдебиетте скифтердің географиялық орналасуы, саяси тарихы, әдет ғұрпы, тұрмысы суреттеледі. Сақтарды Геродот нақты қалай сипаттайды? Геродоттың айтуынша, сақтар скиф тайпалары, бастарына тік тұратын, төбесі шошақ, тығыз киізден істелген бөрік және шалбар киген. Олар садақ, қысқа семсер және айбалтамен қаруланған. Тамаша атқыш жауынгерлер болған. Ал парсы сақтар туралы не дейді? Парсы сарайында тұрған грек тарихшысы Ксенофонт, парсы патшасы әр елден келген салтаттылардың жарысын ұйымдастырды. Жарыс жолының ұзындығы 5 шақырымнан асады және осы жарыста сақ жігіті жеңіске жетті деп сақтардың ерекшелігін сипаттаған. Ксенофонт ежелгі грек жазушысы, тарихшы, ол Сократтың шәкірттерінің бірі. Бұл тайпалар жайлы мәліметті Страбон еңбектерінен де табуға болады. Ертедегі грек географы әрі тарихшысы география еңбегінің авторы Страбон Каспий теңізінің шығысына қарай тұратындарды массагеттер мен сақтар деп атады. Ол сақ тайпалары туралы садақ пен қылыш және қола балталармен қаруланып сауыт киген, сақтар ақ көңіл, уәдеге берік халық деп жазған. Ол сақтардың Шірік Рабат, Бәбіш Молда, Баланды қалалары туралы жазып қалдырған. Страбон ежелгі грек географы тарихшысы, Греция, Кіші Азия, Италия және Египетке саяхат жасаған. Ол тарихи жазбалардың және 17 кітаптан тұратын география атты еңбектің авторы. Ктеси, сақ әйелдері ер жүрек келеді, соғыс қаупі төнсе, ерлеріне көмектеседі деп баяндаған. Сақтардың басқа елдермен соғыстары туралы қандай деректер бар? Бірінші Дарий мен сақ патшасы Схун ханның арасындағы соғысты грек авторы Полиен баяндап,
Шырақ есімді сақ бақташысының ерлігін ерекше жырлаған. Томирис ханшайым туралы қандай деректе айтылған? Томирис пен Кирдің шайқасын баяндаған Рим тарихшысы Помпей Трок Томирис туралы әйел болса да ол жауынан қорыққан жоқ деп жазды. Ал сақтардың Александр Македонскийге қарсы күресі және көшпелілердің әскери қару-жарақтарының ерекшелігі туралы грек-македон тарихшысы Ариан жазып қалдырды. Сақтар туралы деректер басқа қандай жазбаларда айтылады? Келесі дерегіміз 1 Дарийдің Бехестун жазбасы, Ксеркстің дәфтер туралы жазба атты парсы деректерінде сақтарды құдіретті еркектер деп атаған. Ал Авест атты Иран жазбасында сақтар жүйрік атты турлар деп аталады. Парсы жазбаларында Қазақстан аумағын мекендеген тайпалардың бәріне ортақ атау ретінде сака, сақ сөзі жиі айтылады. Бехестун сына жазуы мен Авеста туралы қандай дерек бар? Бехестун сына жазуы парсы патшасы 1 Дарий өзінің жеңістерін тарихта қалдыру үшін Ирандағы Керманшан Хамадан жолының бойындағы жартасқа біздің заманымыздан бұрынғы 516 жылы жаздырған жазу. Бехестун сына жазуы 2 бөліктен тұрады. Жоғарғы жағында көтеріліске шыққан дұшпандарын аяғына жығып тұрған Дарийдің бейнесі. Оның айналасында және төменгі жағында көне парсы, Элам, Вавилон тілінде 14 қатар етіп жазылған жазулар бар. Қар, жаңбыр суынан қорғану үшін жартастың төменгі жағы шабылып, тік қашалған. Жартастағы жазуды қалай оқыды? 1837 жылы парсы қызметіндегі ағылшын офицері Генри Роулисон арқанға байланып тұрып, 50 метр биіктіктегі Бехестун сына жазуының көшірмесін алып, оқуға мүмкіндік туды. Ал Авеста ежелгі орталық Азияда, Иранда, Әзірбайжан, Ауғанстан жерінде таралған Заратуштра ілімінің қасиетті жазбаларының жинағы.